кесененің қабырғасындағы суреттер бір петроглиф іспетті ғой. Арабографикалық жазулар бар. Бұндай арабографикалық жазуларды салу кейін орта ғасырға саяды. Кесенелердің сыртына қабырғаға сурет салу осы Маңғыстаудың тарихи-мәдени мұрасындағы ерекшеліктен білдіреді. Бұл жерде сол кезеңдегі халықтың тұрмысынан мәлімет беретін көптеген бейнелер бар. Мына жақта өте күймені көруге болады. Түйеге бір қом артқан, түйеге артылған бір күйме іспетті. Ал енді мына жылқының суреттерінде мойнында тұмар бар. Тұмар ілінген жылқы ол бәйге аты екені анық. Мына жылқыда да мойнында тұмар тұр. Одан кейін мінекей аны таста тұр, мойнына тұмар салған жылқының бейнесі. Яғни мойнына тұмар, кекіліне үкі, құйрығына үкі таңу көбінесе бәйге аттарын тіл көзден сақтауға байланысты болып келеді. Ал енді мына таста осы жергілікті теңіздің жағасындағы тұрғаннан мәлімет беретін кеменің желкені және кеменің алдында мына кемені басқарушы дарға деген болған. Осы мына кеме, мінекей, мына үлкен желкенді кеменің алдында осы кемені басқаратын кеменің басшысы деп айтуға болады. Дарғаның тұратын өзінің несі болады, желкенді ұстап тұрғаны. Оның да суреті бейнеленген. Ал енді мылтықтың бейнесі ол сол кезеңдегі жаугершілік және де аңшылықта мәлімет береді. Жалпы мына ату құралының оқпен ату құралы мылтықтың пайда болуы негізінен 17 ғасырдың ортасына саяды. Ал енді мылтықтың кең қолданысқа енгені бұл 18-19 ғасыр. Әрі отты қару деуге болады, әрі аңшылық қаруы. Бұның сыртындағы бейнелердің барлығы 18-19 ғасырдағы дәстүрлі қазақ ауылының тұрмысынан мәлімет береді. Ал кесененің алдыңғы қатарында ол тұрған бөлік ол құбыланың бейнесі. Қазақтар құбыланы құбыла қуыс деген михраб, қазір біз михраб деп жүрміз ғой мешіттерде. Оны қазақтар өзінің тіліне бейімдеп құбыла қуыс деген. Ал енді осы құбыла қуыстың мына кесенедегі бейнесі, оның ішіне арабографикалық жазулар жазған және оның үстінде жалпы кесененің алдыңғы бетінде арабографикалық жазулар. Бұл жазулар оқылған болу керек, себебі ескерткіш өзі қорғауға алынған, өмірленген. Жалпы бұл қорымның өзі қорғауға алынған мемлекет қарауындағы қорым, ескерткіштерінің барлығы өмірленген, құжатталған деп айтуға болады. Бұның бір ерекшелігі табиғи бояумен боялған өрнектері бар. Кесененің сол жақ бұрышындағы плиталарында гүлдің бейнесі бар, қауызын әлі ашпаған қызғалдақ гүлдің бейнесі. Бұл қызғалдақ гүлдің бейнесі жалпы батыс ескерткіштеріне тән. Бұл құлпытастарда да кездеседі, осы кесенелерде көп кездеседі. Қызғалдақ гүл салынған бейнені жасыл бояумен бояған. Жасыл бояудың көбісі ұшқан, қазіргі таңда оның жұрнақтары сақталған. Ал енді ең астыңғы плитада қара бояуда кездеседі. Өсімдік өрнегі, әсіресе қызғалдақ гүл өрнегінің бейнеленуі ол өсіп өркендеу энергиясын береді. Бұдан өзінен кейінгі тараған ұрпақтың өздігінен өсіп өніп жатқандығының бір белгісі, мәлімет деп айтуға болады. Алда қойылған мына қойтаста ерекшелігі қойтасқа бояуменен өрнек салынған. Қойтастың өрнегі қошқар мүйіз, қанатты қошқар мүйіз. Қанатты қошқар мүйізді қазақтар арқар мүйіз деп те айтады. Яғни бұның өрнегі созылыңқы, мына кеңінен жайған, екі жақ қанатын кеңінен жайған қошқартастың үлгісі, қошқар мүйіз ою өрнегінің. Қошқар мүйіз ою өрнегінің өзінің бірнеше түрлісі бар. Ал енді бұның астыңғы қошқартастың астыңғы бөлігіндегі мына ою ол тұлға мүйіз деп аталады. Тұлға мүйіз оюы да бұл қошқар мүйіз оюының бір бөлігі. Яғни мынау тұлға мүйіз ол адамның бейнесі, адамның басы, мінекей қолы, адамның
аяғы одан әрмен қарай тағы да қанат созылып кетеді. Бұл мына ортадағы бөлік тұлға мүйіз дегенге келеді. Ал егер осыны түгел қарастыратын болсақ, бұл қанатты қошқар мүйіз деген қошқар мүйіздің бір түрі, қошқар мүйіз өрнегінің бір түрі. Рахмет.